Арктика тұрғындарын бірнеше уақыттан бері әлдебір түсініксіз күшті гүріл мазалап келеді. Мұның себебін ешкім түсіндіріп бере алмауда. Ал ғаламторда Ктулхудың оянғаны туралы жел сөздер жазылып жатыр. Теңіздің астынан шығатындай дыбыс канадалық Кикиктани аймағындағы инуиттер тұратын Фьюри энд Хекла бұғазынан білінген. Гүрілді жергілікті аңшылар мен балықшылардан басқа су спортына құмартушылар да естіген. Даңғыра канадалық әскерилерді алаңдатып, олар аумақты бақылаушы ұшақтың көмегімен зерттей бастады. Бұл ұшақ судың астындағы нысандарды да табуға қабілетті еді. Қолданылған шара барысында бірнеше киттер мен морждар ғана байқалды. Түсініксіз дыбысты шығаратын ештеңе білінген жоқ. Жергілікті тұрғындар сонда да гүрілдің тоқтамастан жалғасып жатқанын айтады. Кейбіреулер түсініксіз шудың шығуына Greenpeace-тен күдіктенеді. Бұл ұйым осылайша үркіту арқылы аңшылардың олжасына айналып кетпеуі үшін ірі теңіз жануарларын осы өңірден қуып жіберуге әрекет жасауы ықтимал деседі. Алайда ұйым бұл кінәні жоққа шығарды. Керісінше, инуиттердің дәстүрлі кәсіпшілігін жүргізу құқын қолдайтындарын мәлімдеді. Өзге тұжырымдар гүрілдің себебі пайдалы кен қазбаларын өндіру немесе әскерилердің әрекеті болуы мүмкін дегенді айтады. Бірақ мұнай газ өндірушілер мен Канаданың қорғаныс министрлігі құпия дыбысқа қатысы жоқтығын кесіп айтты. Сол кездері батыстың әлеуметтік желілерінде дыбыс Говард Лавкрафттың қиял ғажайып туындыларындағы құбыжық Ктулхудың оянғандығының дәлелі деген тұжырым пайда болды. Ктулхудың денесінің әр бөліктері сегізаяққа және адамға ұқсас келеді. Ол су астындағы Релех қалашығында өлімге пара-пар ұйқыда жатыр. Жұлдыздар дұрыс орналасқан жағдайда Релех су астында пайда болып, Ктулху босанып шығады. Осы тұжырымды қолдаушыларды Лавкрафттың кітабы бойынша көрсетілген су астындағы қала Тынық мұхитының оңтүстік бөлігінде гүріл естілген жерден әлде қайда алыста деген дәйек толғандырмайды да. Алайда мұның бәрі әрине ұсақ-түйек жағдай.